Сәлеметсіңдер ме балалар? Бұл 3-ші сынып қазақ тілі сабағы. Сабақты бастамас бұрын менің арнама тіркеліп, лүпіл және қоңырау басуды ұмытпаңдар. Күнделікті сабақтарды бірге орындайық. Бүгін бізде 90-шы сабақ. Болымды және болымсыз етістік. 28-ші жаттығу. Етістіктерді салыстырып оқы. Олардың мағынасында қандай өзгешелік бар екенін аңғар. Жүз, жүзбе. Жаз, жазба. Күл, күлме. Бар, барма. Төк, төкпе. Тақ, тақпа. Қосымшалы етістіктерді көшіріп жаз. Түбір мен қосымшаны тиісті белгімен белгіле. Мұнда балалар қосымшалы етістіктер жүзбе, жазба, күлме, барма, төкпе, тақпа. Жүзбе дегенде жүз түбірі бе жұрнақ. Жазба, жаз түбірі ба жұрнақ. Күлме, күл түбірі ме жұрнақ. Барма, бар түбірі ма жұрнақ. Төкпе, төк түбірі бе жұрнақ. Тақпа, тақ түбірі па жұрнақ. Келесі 29-шы жаттығу. Мақалды жатқа көркем жаз. Атаңның баласы болма, адамның баласы бол. Мақалдың мағынасын түсіндір, қарамен жазылған етістіктерді салыстырып, олардың мағынасында қандай өзгешелік бар екенін айт. Жиырма тоғызыншы жаттығу бойынша балалар ең алдымен мақалды әдемі етіп, көркем етіп, дәптерлеріне жазып ала қойыңдар. Енді мақалдың балалар мағынасы: ата-баба салған сара жолды іле жалғап кету де жас ұрпақтың міндеті екен. Сол себепті қазақ халқы атаңның баласы болма, адамның баласы бол дейді екен. Біле білсек, әрбір жеткіншек өзі үшін, өзінің отбасы үшін ғана емес, еліне, отанына да қызмет ету керек екен балалар мағынасы. Енді балалар мұнда қарамен жазылған етістіктерді салыстыратын болсақ, бол етістігі орындалатын іс әрекетті білдіріп тұрса, ал болма етістігі орындалмайтын іс әрекетті білдіріп тұр. Ережеге назар аударайық балалар, және есімізде сақтап, жаттап алайық. Етістік болымды, күл, жаз және болымсыз күлме, жазба болып бөлінеді. Болымсыз етістік болымды етістікке ма, ме, ба, бе, па, пе жұрнақтары жалғану арқылы жасалады. Мысалы, ерінбе, бұзба, жұлма. Келесі 30-шы жаттығу. Тыйым сөздердің қатесін түзеп, көшіріп жаз. Мұнда балалар босағада тұрма, көк шөпті жұлма, малды теппе, ақты төкпе. Әр тыйым сөздерге балалар біз нүкте қойып шықтық, Шығармашылық үзіліс. 31-ші жаттығу. Ребустың шешуіндегі сөз болымсыз етістік бола ала ма? Ойыңды дәлелде. Мұнда балалар ребустың шешуі баспа. Баспа сөзі болымсыз етістік, себебі болымсыз етістіктің па жұрнағы жалғанып тұр. Осымен балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше.